Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айнұр, және бүгінгі видеода мен өзімнің осы жылға сатып алған оқу құралдарым мен оқуға қажетті заттарымды көрсететін боламын. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Мен биыл оқу құралдарын көп алған жоқпын. Біріншіден, менде былтырдан қалған құралдарым бар. Ал екіншіден, біз онлайн оқимыз, оны бәріңіз білетін шығарсыздар. Егер сіздер менің былтырғы Back to School видеомды көрмесеңіздер, онда осы подсказкаға кіріп көріп кетсеңіздер болады. Биыл мен 7 сыныпқа көштім, және бізге көбісі түсінбейтін, көбісі жақтырмайтын, көбісі жек көретін сабақтар қосылды. Өздеріңіз білетіндей олар алгебра, геометрия, физика, химия, биология және география. Сондықтан мен биыл көбінесе дәптерлер сатып алдым. Сол себепті сіздер менің бүгінгі видеомнан дәптерлерді өте көп көретін боласыздар. Бірінші менің сатып алған затым, ол осындай кәдімгі көк түсті қаламдар, Max Rider деген. Одан мен 8 штук алдым. Онымен қоса осындай екі қара кәдімгі обычный қаламдар. Ол қаламдармен қоса осындай гелдік 6 түрлі қаламдарды да алдым. Себебі маған гелдік қаламдар ұнайды. Кәдімгі мектепке арналған 12 беттік классический түрдегі дәптерлер, барлығыңыз білетіндей. Классикалық үлгідегі дәптерлер, біреуі осындай математикаға арналған шақпақ түрлі, біреуі осындай линейкадағы қазақ тілі деген сияқты сабақтарға арналған 12 беттік оқушы дәптерлері. Олардан мен 30 талдан алдым, себебі менде былтырғыдан қалған дәптерлерім бар. Мен видеоның басында айтқанмын сіздерге, мен дәптерлерді көп алдым деп, және қазір мен сол дәптерлерді көрсететін боламын. Бірінші дәптер ол осындай дәптерлер, яғни осы жерде оның осындай кольцолары бар. Жалпы іші мынадай шақпақ түрлі. Сыртында осындай мысықтың суреті бар. Екінші түрі ол осындай, яғни ода бір басы кішкентай, денесі өте ірі, осындай қоянның суреті бейнеленген. Жалпы олар яркий емес, бірақ та маған ұнады. Сол себепті мен оларды сатып алуға болады деп шештім. Мынадай дәптер, ол осындай яркий, өздеріңіз білетіндей, осындай қызыл және жасыл түсті. Одан кейін мынадай дәптер, яғни бұл жерде тәттілер бейнеленген. Жалпы маған осы сырты ұнады, сол себепті мен оны алдым. Мынадай дәптер, яғни Summer деген жазуы бар. Маған ұнады, әсіресе пальмалардың суреті бар, яркий. Осындайдан мен үшеуін алдым, 3 данасын. Және мынадай 2 дәптерлерді алдым. Қаланың суреті бар дәптерлер. Бұлар мен көрсеткен бұл дәптерлер, жалпы 48 беттік дәптерлер. Жалпы маған олар ұнады. Енді бұлар 96 беттік дәптерлер. Біріншісі осындай, яғни күздік түрде. Екіншісі осындай жаз немесе көктемдік түрде. Және үшіншісі ол қызғылт түсті, және бұл жерде кроссовкалар салынған. Forever Young деп аталады, яғни былайша айтқанда қартаймайды деген, яғни мәңгілік жас болып тұр деген сияқты мағынаны береді бұл сөз. Онымен қоса мен осындай обычный дәптер алдым. Черновикке. Черновигім тез бітіп қалатындықтан мен осындай көк түсті 96 беттік дәптерлерді алдым. 96 беттік дәптерлерді мен қолданатын боламын. Күнделік алдым. Стикерлер кәдімгі. Және ең соңғы зат фломастерлер, яғни былайша айтқанда маркерлер. Осындай 6 түстік. Жалпы конспект жазғанға керек болады деп ойлаймын өзім жалпы.
Мен фломастерден кейінгі затты көрсетуді ұмытып кетіппін. Әрине ол аса мектепке қатысы жоқ, бірақ мен оны мектепте қолданамын. Ол осындай смайл деген ылғалдық салфеткалар. Осындай миньонның суреті бар салфеткалар. Өздеріңіз көргендей, менің бұл видеом қысқа болды, себебі менде басқа сызғыш, пенал, ол заттар бар. Менде үштағыш, өшіргіштерім де бар. Сол себепті маған ол заттарды алып керегі жоқ болды. Бірақ бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Мен инстаграмда сіздерге опрос жасағанда көбісі түсірші дегенді берді, соған дауыс берді. Және міне мен түсірдім осы видеоны, сол еңбегімді бағалап, осы видеоға лайк басып кетіңіздер, және мені комментте қолдап жіберіңіздер. Жалпы мен бұл констабардың бәрін осы жерге салып қойған болатынмын. Соған салып қойдым.